власттың күшімен жұлып алып, сол кезде бунтовать етіп, Қазақстан телеарнасынан 170 адамның бір күні жұмыстан шығып кетіп қалатын еді сол кезде. Ішінде мен де бармын. Сөйтіп бұл ұялмағыр ұятсыз ананы басқа мотивпен жұлып алған елге айта алмайды, парламентке барады. Окажется, ол жердің бәрін діншілдер басып кетті деп, менің пірсалып қойып қоятын осы құдайдан безген осы қарап. Бұл өте сондай личностьтер алып тастаған, кличкасы Салавий Назарбаев деп аталады. Бірақ қазір енді билікте жоқ болғаннан кейін мен батырсынып сөйлеп тұрған себебім сол. Билікте отырса мойным жылып алады. Мына қаралы кезең басталды. Қазақтар қайтадан қараңғы тұңғиыққа кетті. 2008 жылдан бастап Астана күнін тойлаймыз деген өтірік сырттан әртүрлі нәрселер алып келетін. 2006-тан былай қарап, 2005-тен былай қарап туылған қазақ жастардың жігіттердің бәрінің жабайы болатын себебі осы. Себебі олардың құлағына болды бұрынғыдай енді алтын сақа бармай, қазақтың мың күйі бармай, мың әні бармай, бәрі тоқтайды. Мына салюттарды көрдіңіздер ғой, акиматта істейтін таныстарыңызды сұраңыздар, салют атқанды нағыз жақсы көресіңдер деп. Нағыз ақша жейтін проект салют деп айтады. $10,000 салют аттық деп жазасың да, $2,000 ата саласың, оны ешкім есептей алмайды. $8,000 қалтаңа салып аласың, жүре бересің. Сөйтіп Астанада тойлау, и ол маған ұласады, қараңдар. Мынау Пол Маккартни. Бұл баяғы 61 жылы Ливерпульда құрылатын атақты Битлз деген рок группаның певиці. Бұлардың солисті өліп қалған 80 жылы. Мынау уже шал болып тыңған, бұның бойында ешқандай солистік әншілік өнер қалмаған, бұрынғы атағы ғана қалған, 70 асып кеткен шал. Өз қартайған кезінде Бекхэм деген футболистің мақау баласына репетитор жайына үйретеді. Сонымен нәпақасын айырып жүрген біреу. Осыны 2008 жылы әшейін просто президенттің личный отырысында тусовкаға алып келіп, өтірік қазақтарға түрін көрсетеді дағына, бұған $500,000 гонорар төлейді. Әшейін бір күн келіп, солармен шай ішіп кеткен үшін. Ал арғылеттегі отырған қарағатын, ол 2015 жылы передозировкадан наркотик көп шеккеннен өліп қалатын бұл әнші Уитни Хьюстон. Бұл шынымен де мықты әнші болған. 89 жылы сөйтіп бұл I Will Always Love You деген өлеңмен дүние шулатқаны рас. Бірақ 2008 жылы бұл ішіп дауысының бәрі хрип пайда болып, дауысының бәрі отырып, бұрынғы атағаны қана қалған. Бірақ осыны жаңағы Ертісбаев деген көкеміз Астанаға алдырады. Алдырған кезінде үкімет үйінің бір бөлмесін гримерны босатып береді. Алдынан сопровождение береді, личный охрана береді. Сосын сол жерде өлең айтқан, өлең айтайын десе ішіп алған мас, айта алмайды, әлі деп бір куплетін зорға айтады да, құлақ боғаздап сахнадан кетеді. Бірақ соның өзінде бұған $500,000 гонорар төленеді. Бірақ бұл мен екі адамды айтып тұрмын әшейін слайдта. Кітапта мұндай 100-нің аты бар, и бәріне төленген гонорар көрсетіп тұр. Сондықтан сіздер мен біздердің мәдени құндылық тұтынатын нәрсеміздің бәрі кетеді. Енді сен Астана күнінде 2008 жылдан бастап барып, нағыз жерде енді батыстың әндері орындалмайды. Нағыз жерде енді Ұлжан Байбосынова жырламайды. Нағыз жерде Еркін Шүкіман ән салмайды. Нағыз жерде енді Роза Рымбаева шықпайды. Қай кетті біз өзіміз ұлттық әншілер деп айтсаң, олар бізге билеп айтты. Сорлы Мамбет өзіңнің сол қазақшаңа жабысып алып, танымай қалдың ғой сөйтіп изоляцияда. Шықпайсың мына әлемдік әдебиетке. Қайта рахмет айт, мына Қазақстан танытып жатыр саған, Уитни Хьюстон келіп жатыр сенің ауылыңа. Сен Американы көріп жатсың, сен Пол Маккартниді көріп жатсың, сенің мәдениетің өседі. Қайта сені жабайылықтан құтқарып жатыр мен деп соққан мұнаға. Соттан біз сен адамдар, шынымен де Өзбекстанға бармайды, Қырғызстанға бармайды, атақты әншілер Қазақстан тоңқы мәзіп отыра берген. Енді бұлардың осы стратегиясы дұрыс болса, онда арада 10 жыл өткеннен кейін мына шашылған ақшалардың бәрі қоғамға мәдениет болып сіңгеннен кейін, ол келесі ұрпақтың бойында ол мәдениетті көріну керек. Халық шынымен деңгейі өсу керек. Сүйектағыны баяғы өзбек әлінің кезіндегі Наурызда адамдардың бәрі ұлттық киім киіп билеп сөйтіп жүретін болса, 2023 жылы Наурыз маңдай жағдайға келеді. Вот, пожалуйста, тамақ үшін талас. Оралда болды ма, болмады ма мен білмеймін. Алматы, Астана, Шымкентінде 2023-2022 жылдары болды уже. Наурызды тойлаудың, Наурыз тойлаймызды көшеге шығудың ешқандай да мән мағынасы қалған жоқ. Ол таза қалтасына пакет салып шығады да, тегін тамақты өкіртіп ұрлайды ана жерде. Видеолары толы жерде өздеріңіз білесіздер. Мынау, пожалуйста, жаңағы Уитни Хьюстонға төленген, Пол Маккартниға төленген, далаға кеткен, ұрланған, жырланған ақшалар. Бұл беспредел жалғаса береді деп 2019 жылы праздникке бір апта қалған кезде Арыста бомба жарылып кетеді дағыны. Деп тоқтап қалды. Бомба жарылып отырғаннан мына жақтан тойлай алмайды. Отмена бар.
2020 жыл пандемия басталып кетті, тағы тоқтап қалады. 2020 пандемия жыл тағы тоқтап қалады. 22 жыл қаңтар ортасы болады, кетіп қалады. Сөйтіп, мына бәледен зорға құтылдық. Бірақ өстіп қазақтар құлдырап түсіп бара жатқан кезінде Құдай қазаққа қарасат тағыны, қазақтардың духын көтеретін тағы біреу шығады. Құдай сақтады, мынау қалдыға дейін. Көрдіңіздер ме? Естеріңізде бар шығар, міне қазақтар жаппай өмірге түңіліп, Қазақстанда тұру мүмкін емес жағдай орнаған сияқты болып, ал Оралдағы ақшасы бар байдың қатындардың бәрі Турциядан, Болгариядан ұялып, көшіп, Инстаграмнан мына жаққа былай деп біздің ішімізді күйдіріп тұрып ойнап қойса, не кетеді ғой. Енді Түркияға барып көшіп барғандарды мен білемін, көбісін танимын, тура осы процесс жүріп жатқанда мен оқып аттым. Естеріңізде болсын, өйтіп жетісіп жатқан ешкім жоқ. Өзімнің елімнен көшкеннен кейін бірден бақытты болып кетемін, Түркияға барып өтіп пляжда түскен суреттерін сақтап, оның ар жағында не отқан мен білемін да. Балаларының бәрі мутацияға ұшырады. Барғаннан кейін не қазақ емес, не орыс емес алған. Мекте орыс жоқ барған, ана жаққа барып, турецкий мектепке барды. Енді олардың мәдениеті бөлек. Енді сен азаннан кешке дейін пляжда суретке түсіп, елдің ішін күйдіріп сен сала бермейсің ғой. Өмір одан тұрмайды. Сен аралас, құралас, әңгімелесуің керек, тойға баруың керексің, өлдім, жеттім, бет ашар. Онда социологиялық нәрсе. Әр той болған сайын сен ұша бермейсің ғой енді Қазақстанға. Сен бір жылда бір ақ ұшасың ғой. Сонда қиын жағдайға түсіп қалады. Ол өте қиын. Сендер қазақтың тойын менсінбейсіңдер, между прочим, ең әдемі той Оралда болады, 100 адамнан артық шақырмайды. Шымкентке барсаң 500 адам өтіп қойса. Қазақтардың тойында көп сөйлейді, анау тамақ көп дейсіңдер ғой, мен айтайын сендерге. 2019 жылы менің көршімнің баласы үйленді, төбеде тұратын тұрып. Ойбай менің балам адвокат үйленіп жатыр, той жасайын деп. Әйелім айтты, мә жақсы болды, той болатын деп, түріктің тойынан. Ойбай, бұл тамақ істеме, той болады, той емес. Сонымен есіктің алдына алып келді, бір газет сияқты артынан қойып қойып, жаңағы 6-7 көршімен қаланың шетіне бір ресторанға апарып тықты. Барсақ, дәу залда 300 адам отырмыз, көршілер мына столға отырдық. Әйін жерде қазір жастар шығады деді, жастар шықты, хиджаб киіп алған, бір келіншек, барабан ұрып тұр, тілек еркектер оны қоршатты, айналып биледі, ортада айланды. Бір кезде тамақ әкеледі екенсің, ортаға бір тарелка қойды, астына 3 түрлі магазин толып тұрған печенье үлкердегі. Сосын бір баклажка фанта, бір баклажка спрайт, тағы бір баклажка кола ма, бір бәле қойып қойды әйін жерге. Сөйтті дағы 10 минут сайын айналып келіп жатыр. Көрші жесей дейді. Енді дейін той 2 сағат болды. Ана әлі бараған болады. Ешкім сөйлемейді, ішім пысып өлейін деп. Әр темекі тұншықтырып өтейін деп жатыр. Бір кезде жаңағы тойдың иесі комшы алып отырсай дейді. Не үшін ашқазанға ашқарынға кока-кола ішіп өлемай түсіп. Одан ана той қашан бітеді, Құдай самасын өліп қаласам ана жерде. Онымен салыстырған любой Шымкенттің тойы шақырыватқан. Сөйлеп жатса да өлем айтады билейді. Сонымен не керек ақырында қайтамыз түнгі сағат 12-де келдім, әйелім айтты, ет ас дедім түнгі сағат 3-те ет жеп зор ұйықтады. Одан кейін тойға бармайын дедім. Жалынсаңдар да өліп қалатын жағдай жоқ. Сондықтан мына жігіт тура сөйтіп қазақтар далбасалап өзінің отанынан безіп жердің бәрін тастап қашып жатқанда, мынау 2018 жылы мәсаған бітті айым сенге бұрқып түседі, қайтадан шетелде тұратын қазақтардың духы көтеріліп, Димашпен мақтанып, Польшада Димаштың атындағы радио ашылады, Колумбияда передача ашылады, ой бұл Қытайдың қыздары бәрі қазақша үйреніп жатыр, тілдерін сындырып, Димаш Жапонияға барып Токиоға қонса жаңағы самолеттің қонғанын қазақша әңгімелеп етіп жатыр. Сөйтіп сұмдық болып кетеді дағы, қайтадан қазақ болу, мақтаныш болып ері айтады. Содан ма 2020 жылы концерт бердім Анталияда, мен бала-шағам бәрі барып, әйелі концерт болып жатыр, соңынан тұрып алып, ал енді қазақша шырқаймыз дейді, фанаттардың бәрі телефонға өлеңдерін жазып алған. Тілдері келсін, қазақша үйреніп алған ба оқуды. Сақаулап, мақаулап, ана оқып, білесіп өлең айта алмай жатыр. Сөйтіп мен бала-шағам қосылып шырқайды деді қазақша әнді. Қарап, ойбай сіздер әдемі айтады екенсіздер, қазақсың ғой, қазақсың, қазақстаннан келіп. Димаш танисыңдар ма сендер деген? Қазақ менталитет деген. Мен әйелім тұрғанда танисың ба? Туған қайнымды көрсін. Қазақ менталитет бәрі сондай. Бір атақ шығады ғой, Маған танисың ба сен? Біздің Шымкентте тұратын құдамыздың туған құдасы. Құдай білсін сондай адам бар ма? Жоқ. Бірақ атасына рахмет. Мынау 20-30 жыл қазақ мәдениетін талқандап, қазақ тілінің қадірсіз қылып, қазақ болу уже трендтен қалып, 2017 жылы балдарын қазақтар орыс мектебіне беру қайттан күшейген кезінде, орыс мектеп күшейген 2017 жылы.
соны мынау тоқтатып тастады ғой, жалғыз өзі. Қайтадан қазақ мектепке қарай, қайтадан қазақша қарай ауысты. Жіберіп болды. Ал міне сіздер мен біздердің келіп тірелген жеріміз. 21 ғасырда естеріңізде болсын. Самый опасный век деп айтады. Өте қауіпті ғасырда өмір сүріп жатсыздар. Бұрынғы ғасырдағы өзінің проблемалары болған, эпидемия, андай, мындай, соғыс. Бірақ ол кезде объективті себебін көріп тұрасың проблеманы. Соғыс болады, тоқтайды. Ауру болады, тоқтайды. Ашаршылық болады, тоқтайды. Қашасын, пышасын, әрекетін қыласың ғой соған қарай. 21 ғасырда сен білмейсің немен күресесің, айтшы.